айта берсе ондай мәселе көп. Сондықтан Алла жарылқасын, кешірсін. Бізде ең өзіміздің ұлттық дүниемізде құндылықтар біз үшін аса маңызды. Енді ла тақнату мин рахматилля деген бұйрық бар, яғни Алланың рахымынан үміт үзбеңіздер дейді. Біз егер олай қарыздарын бәрін есептей беретін болсақ, онда өмірге талай дүниеге кіріп кетеміз де. Сондықтан жаратқанның рахымы шексіз, біз ойлағаннан да шексіз. Сондықтан басымыздағы кішкене бір қиыншылық келсе, жанымызды қоярға жер таппай, кейде артық асылық сөзге дейін барып, не істеп қойдым мен, жүрген бәленше өлсе ол сол өлмей ма, қиналса сол қиналмай ма деген сияқты дүниелерді айту бұл жақсылық дүние емес. Біз тікелей эфирдеміз Қазақ радиосының толқынында. Жол жүріп келе жатқан азаматтар, жолдарыңыз ашық болсын. Бізді тыңдап отырған, барлық әлеуметтік желіде тыңдап отырған жаратқанның жақсылығы сіздерге, тыңдармандарымыз сіздерге болсын дейміз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Жалпы мейірімділік тақырыбы көп айтылып отыр ғой. Мынау мейірімділіктің ішінде, мынау хайуандар әлемінің өзінде мейірімділік болу керек та. Соңғы уақытта жастарымыздың кейбір хайуандарды ұрып, соғып, атып өлтіріп, немесе жаңа елдің көзінше, балаларымыздың көзінше жалпы аса бір жауыздықпен өлтіретін бұл үлкен ауыр күнә болып есептеледі. Адамдарға қауіпті болған, мысалы айтайық, ауруы бар, басқа ауру адамдарға жұқтыратын қабаған иттер, басқа да иттерді мысалы өлтіру үкімі айтылатын болса, онда оның өзін өрттеуге, оның өзін аса жауыздықпен өлтіруге болмайды. Қалай болғанда да, енді мына бала кезде өлтірдік қой дейміз ғой, енді шыбындының өзін өлтірдік, оның бәрі күнә бола ма дегенде жоқ. Енді өлтіргенде де енді бала кезде кішкентай балаға сұрақ жүрмейді ғой, бірақ анау қанатын бірінші шыбынның екі қанатын жұлып, содан кейін аяғын жұлып, басын қайырып, мұрнын езіп, көрген алдынан не шығады екен, артынан не шығады екен деп көрген бала кезде жасалды. Енді өтті сол балалықпен. Енді ол мысықта ол жаңағы шыбындардан кешірім сұраудың керегі жоқ. Жалпы хайуан әлеміне қиянат жасалса да одан кешірім сұралмайды, бұған тәубе етіледі. Ал енді адам әлеміне жасалса, онда одан кешірім сұрау керек, ел дүниеде бар адам болса. Сондықтан хайуанның өзін мейірімділік, әсіресе жастарымыздың ағаш егу, мысалымыз табиғатта естеріңізде болса, кеше кеңес өкіметінің кейбір сәттерін қанша жаман десек те, балаларға құстың ұясын жасатып, нанның қоқымын шашпаңдар, оны барып жаңа құстарға барып беру деген сынды дүниелер өзіндік бір үлкен идеологиялық тәрбиесі өте зор еді. Кешегі өтіп кеткен аталарымыздың түсірген киноларының өзінде ол нәрсе көрінеді. Мысалы айтайық, сол кеңестің кезінде түскен Менің атым Қожа фильмін алатын болсаңыз, сол жердегі бала қожаның қандай азамат болу керек екенін өзіне өзі серпін дайындаған. Біздің балаларымызға да тап сондай дүниелер бүгінгі таңда ұрпақтарымызға керек ақ. Әсіресе мына дін мәселесі, енді соны жабу керек, бірақ біз дін мәселесін мемлекетіміз дұрыс бағытта енді біздің ұлттық дүниелермен араластырып, біріне бірін шаптап, одан кейін барып елдің ортасын іріткеге алып келмеуіміз керек. Сондықтан мынау дін мәселесіндегі жаңағы мысалы айтайық, өнер мәселесі, сурет мәселесі, бұлардың бәрі жақсы қаралу керек. Неге? Өйткені біздің жастарымыз өскен, өркендеген, өтімді болған азаматтардан болу керек. Өлең мәселесінде, өнер мәселесінде. Сондықтан бұл ерекше орны бар дүние. Анамызға умрама жолдама сыйлап едік. Анамыздың кредиті бар екен, енді қалай болады екен дейді. Кредит, қарыз екі түрлі болады. Кез келген кредиті болса, қарыз ол бірден беретін қарыз болады, және ұзақ мерзімді қарыздар болады. Мысалы 10 жыл, 15 жыл, 20 жылға алынған кредиттер, ол сізді бүгін жаныңызды қина деп атқан, бер деп атқан жоқ қой. Үлкен қажылыққа бару үшін адамда қарыз болмау керек, шын мәнінде. Ал енді умра қажылық, бұл кіші қажылық болып есептелінеді. Бір жылқының, бір соғымыңыздың көлеміндегі дүние. Сондықтан бұл қарызы бар адам, кредиті бар адам умраға барып келуге болады. Тек қана жаңағы қашып жүрген адамдарға болмайды да мынау. Жалпы мен былай деп айтқан болар едім, қарызы бар адам мынау көрсе қызарлықты қою керек. Ең бірінші қарыздан құтылудың жолы көрсе қызарлықты қою керек. Ана дүкендерге барып, техника дүкендеріне барып, қолындағы телефон місе тұтпай, барып басқа да қымбат телефондарға, промакстардың саған теңі жоқ. Жалпы қарызы бар адам, мен айтқан болар едім, кока-кола сатып алмасын. Қарызы бар адам қара су ішу керек, қарыздан құтылғанша. Әзіреті Лұқпан әкім бабамыз айтады, мен дүниеде көп ауыр тастар көтердім, қара жұмыс көп істедім, бірақ қарыз сияқты тас көтермедім деген екен. Сондықтан қарыз болған адам қарызын беріп құтылу керек. Ол ана дүниеге өтіп кетпеу керек. Молданың жаназа шығарар кездегі аузынан бісмілладан кейінгі бірінші сөзі қарызы бар ма еді деген сөз айтылады. Сондықтан ардақтылар, қарыз берумен ғана көркем болады. Ал енді бір мәселе,
мына Меккеге умраға бару қазір бір жақсы бір үрдіске айланып тұр ғой. Енді жақсы дүние тәуелсіздігіміздің арқасы, мемлекетіміздің саясатының дұрыстығының арқасы, Сауд Арабияның да бізге көзқарасы дұрыс. 3-4 минуттың ішінде қолыңызға виза беріп, біздің қазақстандық әуе компанияларының да тырысқандығы, талпынғаны сондай дәрежеде 4 сағатта сізді Меккеге қондырып қоятын жағдайға жеткізді. Кешегі Пірбекет атамыздың жаңағы елдің ішіндегі анау Аладдин екеуінің ұшқан кілемі сияқты, тура сол сияқты әп-сәтте жеткізіп қояды. Міне Құдай өзі сондай қылып жеткізіп қойды бізді. Енді осының қадіріне жетіп дұрыс бағалауды шақырамын. Ал енді барарым барып алып келгеннен кейін қайта сол қажылықты бұзып, яки болмаса содан қасиет бойына жұқпай, барып келгеннен кейін қайтада ләйліп жүрсеңіз не пайда? Ішкеніңіз арақ, істегеніңіз қылмыс, жасағаныңыз коррупция болатын болса, Меккеге барғанда не пайда? Кешеде бір азаматтарды көріп қалдым, мемлекеттік қызметтеміз, бәлен түгілен дейді, аузында 2 сөзінің бірі боғауыз. Әкең мен шешең аузынан түспейді, өзі қажылықтан келатқан азаматтар. Соны айтқан бұл енді жетесіне жеткізіп айттым. Енді бұндай қажылықтан бармағаның дұрыс еді, мына боғауызды аузыңа қоймағаннан кейін деген. Ең болмаса жаңағы ет бұзылса тұз түзейді, тұз бұзылса не түзейді дегендей, ең тұз түзейтін жерге бардың, енді одан барып түзелмей келсең, енді тек қана бұндай адамды қабір түзейді, басқа түзейтін жер жоқ. Сондықтан түсіңде әрдайым зират көрсе не болады деген сауал екен. Түсіңізде әрдайым зират көрсе, бұл басқа өмірдің сізге нұсқаты. Жалпы қабір, өлім ол қорқынышты дүние емес. Ерте ме кеш пе барлық адамның басына бар дүние. Сіз ол қабірді көрсеткен нағыз өмір қабір мен өліммен басталады дедік қой. Тура сол сияқты сіздің қабір көруіңіз сол өміріңізді түзетуге сізге ишарат болады. Түсіңізде ақ киіммен жүрсе не болады? Аналарымыз бұндайды ағарасың дейді, жақсылық болады дейді. Сондықтан жақсы сөз. Ниеттеріңіз қабыл болсын, жұма қабыл болсын, барша көп. Не үшін бару керек екенін білесіз бе дейді. Алланың бұйрығы, Құранда аят кәрім тұр. Инна ауала байти удиа линнаси лаллази бибакката мубарака ва худан лил аламин. Жер бетінде ең бірінші құрылыс болған, және де Аллах Тағала Құранда бұйрық бар, тікелей тұр. 2-ші Бақара сүресіндегі аят, осы Қағбаның иесіне құлшылық ет, яғни ғибадат ет деген бұйрық бар. Осы әмірлерді бұйырып, және инна сафа вал марвата мин шаирилла, қысқасы қажылық пен умра туралы өте аяттар көп, сүрелер, хадистер де көп. Осы әмірлердің бәрін жинап тәртіп бергенде үлкен қажылық парыз болады, кіші қажылық умра болады. Күйеуімнің фамилиясына өткен дұрыс па дейді. Жоқ, қазір өтуіңіздің керегі жоқ. Енді бұрын өтпеген болсаңыз, қазір өтудің керегі жоқ. Ал енді өткіңіз кеп қатты фамилиясы өте танымал фамилия болып, сізге атақ абыройыңызды көтеріп жіберетін болса, тезірек өтіп алыңыз. Ал енді бұрын өтпеген болсаңыз, қазір қайта өтіп, одан кейін күйеуіңіздің фамилиясы тағы бір нәрселері кіріптар болып қалса, одан өзгеріп өміріңіз соның алдында өтіп кетеді. Қайта-қайта барып, қайта-қайта келіп, сондықтан фамилияға мән бермей қойыңыз өзі. Өзі фамилияға өтуде тұрған ештеңе жоқ. Бірақ енді өтіп қойғандар қайта ойбай болмайды деген арам екен деп біздің өзі өспейтін адам өнбейтін дау даулайды дегендей, өз фамилиядан шыға алмай қалдық қазір. Бір молда өту керек дейді, бір молда өтпеу керек дейді. Бәрі өтіп сол фамилияға аса көре жатарсыз. Фамилиядан басқа дүниені реттеп алайық. Біздің қоғамда аса маңызды дүниелер бар, бір-бірімізге қамқорлық, мейірімділік, бауырмашылық, бір-бірімізге деген рахымдық, сол күйеуіңіздің алақаныңызға салу, күйеуіңіздің қызметінде болу, күйеуіңіздің көйлегін жуу, күйеуіңіздің тамағын дайындау, күйеуіңізге дұға қылу, күйеуіңізге жақсы сөз сөйлеу, күйеуіңіздің балаларына жүріс тәрбие беру, әкеңді сыйла деп үйрету, осының барлығы құлшылықтың құлшылығы, сауаптың сауабы. Ал енді сіз тек қана фамилиямен ғана күйеуге құрмет жасалмайды. Сондықтан айтайын дегенім, ер азаматтарда Құдай қосқан жарын құрметтеп, бағалап, анау ертең күні ертелі кеш жаназа шыққан кезде молданың алдына қойып, мен жиі көрем, жаңа имам болғаннан кейін алдымызға табыты қойып, қажеке, Құдай қосқан әйелім жақсы адам еді, немесе күйеуім өте жақсы еді деп, апай әйелдерін жылаған не пайда? Енді ол кетен кетіп қалғаннан кейін жылағанда не пайда? Сондықтан ең жақсы сөз, жарымырыс бір-біріңізге тірі кезде қадіріне, бауырына жеткенде дүние жоқ. Сол үшін бір-бірімізді жақсы бағаласақ, Алла Тағаланың сүйген дүниесі сол болады. Ген балаға тас қойылама. Жалпы жерге жерлену керек бұл адам, сәби бала. Бұны шетінеді деп айтады, дұрыс айтасыз. Бұл шетінеген балаға, мына бір адамдар, егер жалпы жас балалардың зираты болмаса, онда жалпыға қойыла береді. Ал егер жас балалардың зираты болса, онда
тас қоюдың қажеті жоқ деп айтамыз. Жаңа туылған балаға тас қойылмайды. Ертең оған жылдық та берілмейді, 40 да берілмейді. Тек қана біздің салтымызбен бір ел жинап, бір бата қылып қою үрдісі бар. Есімді өзгерту жайында не айтасыз? Жалпы есімді өзгертудің өзінің себебі болу керек. Егер жаман, өте бір ыңғайсыз, адамның өзі ұялатын, адамға жақпаған, елдің бәрі мазақтайтын ат қойылып кеткен болса, өзгерткен керек. Ал енді басқа аттарды өзгертіп, ұлттық аттарымызды немесе бір араби аттарға өзгертудің қажеті жоқ. Өз бар атыңызда, сол адамның аты ойнамайды, Құдайдың алдында зат ойнайды, амал ойнайды, қандай адам еді, не істеді, соған қаралады. Атың кім болса о бол, затыңыз жақсы болсын. Аты дүрдей болып, заты нөлдей болса не пайда? Сондықтан атыңызға емес, затыңызға көбірек мән беріңіздер. Атыңыз мейлі Сүлеймен болсын, мейлі Ибрахим пайғамбардың аты болсын, сол пайғамбардан бір қасиет шықпаса, мейлі Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбардың атын қойып, Мұхаммедтен бір қасиет шықпаса бойыңа, ұлы бабаларымыздың атын қойып, ол бабаларымыздан бір дарыған дүние болмаса не пайда одан? Жұмыстағы көлігіміз, жұмыстағы коллегамыз, әріптесіміз дарындығы дұрыс тыңдаса болады дейді. Қанша уағыз алып келсек те ойын өзгертеді, соған қалай түсіндірсе болады? Жалпы біздің елімізде уағыз айту мәселесі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен арнайы белгілі бір өзіміздің қабылданған, мемлекеттің қабылданған заң аясында шеңберінде болу керек. Діни уағызды діни адам ғана айта алады. Оның өзі дін ғимаратының ішінде, ғибадат қылушылық қылатын орны. Қоғамдық орындарда, біздің мына сіз айтқан әлеуметтік желіде қоғамдық орын болып табылады. Бұл да уақытсыз келе реттелер деп есептеймін. Ал енді тікелей сіз айтқан кісінің мәселесі бойынша, ол кісі сәләфиттік ағымды ұстанған үшін бізде мен біраз азаматтарды білемін, сол азаматты тыңдап, және бірнеше әйел алды деп, соны бір місе тұтып, үлкен дәреже тұтып, ой деп соған қарап жүрген азаматтар, біліңізді, бұл біздің салтымызға да, біздің елімізді танып жүрген Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымына да, ол Абу Ханифа мазхабы менен сенімдегі ақидамыздағы мәселе, ол имам Матуриди мазхабын ұстанбайтындығын біліңіз. Яғни бұл түптің түбі сізді жолдан адастыруға алып келуі мүмкін. Ассалаумағалейкум. Азан шақырғанда иттің ұлығаны дұрыс па дейді. Енді ит өзіне кейбір